Жалпы сіздер осы Атышулы Мөлдір Мұқанның интервьюсын көрген шығарсыздар, иә? Енді шын керек бәріміз көрдік, ол бүкіл елге тарады дегендей. Мен де оны көрдім, өткенде алыс адамдар емес. Сондықтан маған как-то каждый адамның семьясында не болып жатқан нәрсе маған мүлдем қызық емес, не болғанын да мен білмеймін. Бірақ ал қандай жағдайда екен, не үшін ондай болды екен деп өзі айтқаннан кейін мен жаңағы қарадым. Енді бұл кино сол интервьюдің кино түрі деп айтсам болады. То есть бұл кинода сол интервьюда айтылған бүкіл сұрақтар көтеріледі. Көтерілгенде бір ирониямен, сондай бір романтикалық оқиғалармен, жаңағыдай астармен деген сияқты осы айтылады сол тап интервьюдағы бүкіл эпизодтар. Енді әдеттегідей мен байқаған минустарды айтайын, онсыз никак болмайды. Енді біз бағаны басқа кинолармен жаңағыдай салыстыра айтамыз дедім ғой. Салыстыра келгенде әрине актерлік құрамды айтайық бірінші. Актерлік құрам слабый. Өйткені ішінде кинода көп опыттары жоқ адамдар, тіпті танымайтын біреулер жүр вообще. Мен білмеймін, мүмкін Мөлдір ханымның подружкалары ма, компаньондар ма, или спонсорлар ма бұл киноның, мен білмеймін кім екен ол кісілердің, мүлдем. Енді көрініп тұр, ешқандай актерлік жаңағыдай өнерге қатысы жоқ адамдар, сосын журналистер жүр, енді Астананың менмен деген ханымдары жүр. Енді бұл, наверное, маркетинг шығар деп мен ойлаймын, енді бір жағынан. Екінші жағынан, бірақ бұның кері әсері болды, өйткені киноның шынайылығына кішкене әсер етті деп мен есептеймін. Актерлік құрамның ішінде тек қана кино әлемінде кішкене тәжірибесі бар Ақерке Арыс, и то ол да профессионалды актер емес. Бірақ дегенмен осы кинодағы әйтеуір бір күлетін жерлерді сол қыз ғана алып шыққан екен. Басқа ешқандай күлетін юмор, бір сатира ештеңе ішінде жоқ. То есть бұны комедия деп те біз айта алмаймыз. Өйткені ішінде комедия өте аз, тек қана сол Ақеркенің арқасында ғана көңіл көтеретін бір моменттер бар. Вот сол. Потом ішінде блогерлар жүр. Теретима, актер, модель жігіт жүр, мен клипімді түскен кезінде. Сондай адамдар жан-жақтан жиналған. И сама вообще идея, мен ойлаймын, кино үшін, бүкіл халыққа көрсететіндей, миллиард жинайтындай кино үшін, сама идея слабая негізі ше. Бір басқаша идея ойластыру керек негізі. Мен байқаған бір минусты айтқым келеді, бұл костюмердің жұмысы. Но одежда, конечно, фильмдегі, это, конечно, стоит внимания, да. И бұндай киімдерді, мен есімде болса, осыдан бір 10 жыл бұрын бізде кино түсіріп бастаған кезде, Баян Есентаеваның кинолары, Мөлдірлер түскен, Қайран Нұртастың кинолары, когда только начиналось кино деген индустрия, да. Вот сол кезде сондай киетін киімдер. Но қазір уже ол заман өтіп кетті. Қазір біз уже более басқаша бізде көзқарас, да. И поэтому современный кино деп есептейтін болсақ, современный киноға бұл костюмдер, то есть кез келген әйелдің киген, еркектің киген киімдері мүлдем жарасымсыз. Как бы некрасиво. Киноны арзандатып тұрады деп айтсам артық болмайды. Сосын көзге оттай басылған, құлаққа оттай басылған, то есть айтсақ болады, бұл дубляж. Киноның дыбысталуы. Бізде кино білесіздер, дыбысталады, үстінен жазады дауыстар. Кейбір кинолар тікелей сөйлейді, кейбір кинолар үстінен дұрысталады. Енді бұл жерде мен актерлардың сөйлегенін, жаңа кәсіби ондай сөйлегенін айтпай қояйын. Ол потому что актерлар емес қой ол жерде. Сахна тілін оқымағандар ғой көбі. Жалпы качество звука, да, и то, что, например, вот столға телефон түссе, ол тық деп түсу керек, да, ал телефон түседі и дауыс жоқ. Бірдеңе құлайды, оның дауысы жоқ. То есть, понимаете, ол профессиональный кинода оның барлығы дыбысталу керек. Былай болмаса да деп қойып ауызбен надо это все делать, знаете. Вот такие моменты. Менің көзіме, құлағыма оның барлығы көрінді. Мүмкін басқа халық оны көрмейтін шығар, ермейтін шығар, маған көрінді. Енді әрине айта кету міндет, бұл жерде қалай болса да еңбек бар, яғни продюсердің ақшасы, да, режиссердің жұмысы, сценаристің жұмысы, оператордың жұмысы, тағы да киноның артында тұрған адамдардың жұмысы, олардың ниеті бар, енді қандай болса да, и солардың барлығының ниетінің түйіліп келіп, түзеліп келіп, бір күнде осындай тұсаукесер берілуінің өзі енді успех деп айтсақ болады, конечно, да, белгілі бір деңгейде. Бірақ егер салыстырмалы түрде айтатын болсақ, енді бізде миллиард жинаған атышулы кинолар бар ғой, бизнес по-казахски, хотя бы в кино, мына ыстық ұя деген сияқты, енді сравнительно бұл бәсекелестікке келмейтін кино. То есть біз бұл кинолармен бұл киноны салыстыра алмаймыз никак. Вот егер сіз көзіңіз жеткізгіңіз келсе, мен бармаңыз деп айтпаймын, барыңыз, көріңіз. Бірақ менің ойым сондай, бәсекелестікке келмейтін кино. Тағы бір айта кететін момент, мен осындай отзывтар айтқан кезде сіздер ойламаңыздар, мен бір сондай қызғанғандықтан, немесе мына жолдасым сол сферада жүргеннен кейін көре алмай деген сияқты ше, ондай емес. Әр еңбектің, әр дүниенің өзінің бағасы болады. Мен просто сол бағаны беруші өздігімше, менің субъективті ол ойым, менің өйтіп айтқанымнан бір қазақ елі өзгеріп кетеді, немесе кино түсірмей қояды деген сөз емес. Ойбай, бәрі түсіріп жатыр, бәрі. Ол просто менің ойым. Келісесіз ба, сіз келіспейсіз ба да маған бәрібір. Ол менің ойым, да? Мысалы, мен де кейде Қайрат айтатын кездер болады. Мына кино онша емес. Мына киноға енді түспе деген сияқты. Мына режиссермен енді жұмыс істемеші деген сияқты. Менде де болады сондай моменттер, мысалы, бізде де. Сондықтан оған сіздер кәдімгідей здравое мышление дейді ғой, сондаймен қараңыздар. То есть всегда объективно қараңыздар. Әр адам өзінің ойына құқығы бар. Почему должны врать? Когда мне не нравится, боже мой! Почему должна врать? Скажите мне. Поэтому, как есть, и мен ойлаймын, Мөлдір ханым ренжімейді деп. Это же мое мнение. Мысалы, я же имею право. Маған кейбір оқырмандар жазады, енді сізді тұсаукесерге ешкім шақырмайтын шығар деп. Шынымен де бәрі қорқады. Әй,
мен шақырмаса да қарап аламын оны, ақшам төлеп. Кейбір күндерде ақша төлеп барып қараймын ғой мен. Мен бәрі де айтам. Көрсем, көзім көрсе, мен бәрі де айтам киноға. Потому что енді мен эксперт емеспін. Жаңа біреу маған жазыпты, не бір эксперт ұқсап, мен эксперт емеспін. Мен просто көрерменмін, который имеет свой взгляд. Өзінің ойым бар, ой түзеймін. Маған эмоция керек, мен кинодан рахаттанғым келеді. Мен кәсіби актерларды көргім келеді, ойын бағалағым келеді мен. Понимаете? И маған бәрібір кім ол актер? Ол там знаменитый, заслуженный, или енді бастап келе жатқан. Главное, игра. Қалай ойнайды ол? Осы керек маған шығармашылық керек, творчество. Сондықтан керісінше қуану керек, что мен сияқты шынайы көрерменнің барына. Жақсы жақтарын жақсы қылдырып айтам, кемшіліктерді мына осындай минустары бар деп, мысалы мен өз ойымды білдірем. И сол арқылы құлақ асқан адам өсуге талпынады ғой. Егер біз барлығы керемет, ой бәрі күшті екен деп айта беретін болсақ, барлығымыз, біз ешқашан өспейміз. Біз кемшіліктерді жою арқылы ғана өсеміз. Білесіздер ғой, психологияда бар ғой, элементарный нәрсе, да? Сол сияқты кинода да. Кейбірлер адамдардың бұл дебюті, как бүгінгі кино сияқты, это дебют на самом деле. И то, что кемшіліктің болу, это нормально, да? Но при этом же, мен айтып жатырмын ғой, қандай нәрсеге мән беріңдерші деп. Пожалуйста. Егер сіз шын өнерге үшін жасайтын болсаңыз, ақша үшін емес, да, өзіңіздің авторитетіңіз үшін емес, сіз шын өнер үшін жасайтын болсаңыз, кино жақсы сәтті шығу үшін осындай нәрселерге мән беріңізші деп айтып жатырмын, да. И меня профессионалы тоже поддержат, я в этом уверена 100%. Мен сахнаға шығып бастаған кезде, осы республикалық көлемде, мен уже күйеуде болдым. Мен күйеуге шыққан сәттен бастап, өзімнің отбасымның маған бағалы екенін бірден түсіндім. Мен ешқашан сахнаға ұмтылған емеспін. Өйткені өзім сондай отбасыны қатты бағалайтын жанұяда өткеннен кейін, мен үшін ол өмірлік образ. То есть отбасы мен үшін әрбір адамның өмірінің мәні. Шығармашылық емес, танымалдылық емес. Отбасы. Маған ол ең бағалы нәрсе. Отбасы жоқ адам, ол өте енді қиын деп айтсам болады. Мен үшін мысалы. Кейбірлері жеңіл болуы мүмкін, мән бермеуі мүмкін, бірақ мен мән берем. Бала кезімде сахнаға ұстаздарым мен анам сүйреген болса, кейін мені сүйреген Қайрат болатын. Қайрат өзін қоя салып, мені алға тартады. Ол әлі де сол, бірақ мен оны тоқтатам әрдайым. Керек емес. Өзіңді ойла, өзің жан, сен жұлдыз бол, мен әйелім өткені. Ешқашан жағаласпаймын оның шаруасына. И бір моментте сол уақыт өзгерді. Ол маған күш салып, фокус менде, сен шық, сен ән жаз, сен бар деп жүрген кезде мен бір күн айттым, тоқта. Сен үйтіп қиналма. Мен Қайратты бала кезден білем ғой. Оның бойындағы талантты. Сен ашылуың керексің. Деп мен фокусты бұр дедім. Мені ұмыт, мүлде мені ұмыт. Мен өзімнің жұмысым бар. Мен сахнаға шығып бастаған кезде қиындық тудырған сәттер болды. Вот көреалмаушылық деп соны айту керек. Бір кісілер тіпті бақыт осы сахнаға шықса, мен күйеуімнен айырылсам деген кездер болды. Мен ойлаймын, причем тут оның күйеуі, причем тут оның семьясы, и менің вообще сахнаға шығуым, да? Соған қарағанда сахнаны аяған болу керек менен. Сондай да моменттер болды. Вот осыны таза көреалмаушылық деп мен ойлаймын мысалы. Ұмытып қалдым кім адам екенін ше. Бірақ сол айырылысып кетті соңында. И вот фокус бұрылғаннан кейін Қайраттың жұлдызы жанды. Кәдімгідей. Вот бақ кірді бұл жерде. Бақ қай жерде кірді? Әзіл әлемінде емес. Бақ түнгі студияны жүргізіп бастаған кезде кірді. Айтайын сіздерге. Сондықтан бағы жанған еркекке мен ешқашан кедергі болмаймын. Керісінше маған жақсы. Я кайфую, отдыхаю, работаю на удовольствие. Керек кезде әнімді айтам, керек емес кезде айтпаймын. Өзім білем, қашан айтам, қашан айтпаймын. Не айтам, не кием, өзім білем да. Рахат. И менің бағым бұл менің отбасым. Мен бақытты отбасыны жасаймын, және бақытты отбасыда өмір сүремін. Мен бақытты отбасыны ойнамаймын.
ойнасаңыз ойынның қашан басталғанын білмей қаласыз. Бақытты отбасыны сүру керек, құрастыру керек. Жұрттың бәрі шулап жатыр ғой. Ойбай, мына видео тиктокта жүр деп. Ну, конечно, егер оны скриншоттап алып тиктокқа салатын болса, тиктокта жүреді да, енді не істейді енді басқа. Сіздер маған бір дешевый бірдеңелерді айтасыздар. Менің соңғы айтқан әңгімемнен сіздер прям екі әйелді жау қылдырып қойларыңыз келеді да. Причем тут вообще екі әйел? Мәселе кино туралы ғой. Сіздер әңгіменің сутін түсініңіздер. Мен сізді Қайратпен кейде сөз келіп қаламыз ғой, сол кезде айтам. Былай сөйлей бермей, әңгіменің сутін түсіну керек. Мен не үшін оны айтып жатырмын? Мән қандай бұл әңгімеде? Сол кезде ұрыста жоқ, просто анализ болады. И просто қабылдау болады. Мен киноға сын айтқан кезде мен режиссердің отбасылық жағдайына, финансовый жағдайына, ол кім, заслуженный, незаслуженный, знаменитый, незнаменитый деп мен қарамаймын ешқашан. Мен киноны көрем, өзім ойымды айтам. Болды. И ол дұрыс, осылай бол керек. Мысалы, мен знаменитый режиссерға керемет деп айтып, енді бастап жатқан неге айтсам, жаман деп, это будет несправедливо. А мен барлығыны бірде айтам, сынды. Айтам өзім парақшамда, өзімнің ойымды айтам. Болды. Одан қазақ кино индустриясы өзгеріп кетпейді. Қазақ елі бір жаққа көшіп кетпейді. Ештеңе өзгермейді ғой. Тек сіздер осындай өсекті тасисыздар. Мәселе оны шулатуда емес қой. Суть, опять же, да? Возвращаемся суть әңгіменің, что мен не айтып отырмын. Келесіде киноны қараған кезде қандай элементтерге мән беру керек деген сияқты адам, бас істейтін адам соны ұғып алу керек. Бас істемейтін адам ол әрине өсек іздейді. Ол сондай бір-біріне адамдарды бүйтіп түйрекелесіп қарсы қойып қойғысы келеді. Девочки, все нормально. Мөлдір ханымның өзі, да, ол рас, осындай кемшіліктер кетті деп өзі де в курсе, өзі де жазды. Я говорю, да, енді сен білесіз ғой, сіз білесіз ғой, мен осындай шын комментарий айтатынды. То, что ешқандай реніш болмайтын шығар деп сенем. И болды, ешқандай реніш жоқ. Сіздер кейбірлеріңіз Қайраттың парақшасы